Ағайынның тойы. Мақсаттың баласы қыз алып кетіпті деп бастады таңғы шай үстінде қыжым кемпір шалына қарап. Өздері өлдеп айлап әрең күн көріп жүргенде тойды қалай бермекші екен? Не малы жоқ, не қомақты қаржысы жоқ. Мына ұшынып тұрған заманда той беруде оңай емес-ау. Баяғыдай емес, дастарханның әр жеріне тар талқанмен қант секерді шашып тастап, шай тарта беретін. Қазір дастарханның тағамынан майысып тұрғанда жұрттың көңілінен шығалсаң олжа. Осы күні еркегің бір, қатынның бір барған жерінің дастарханын сынап, жеген тамағын айтатын болған. Әйтеуір әкелген қыз гәнішкен жақтық екен, ол жақ қалың мол сұрамайды деп естіп едім, деп бір қайыртты сөзін жалғады. Мақсатыңды әлі жар емес. Қашан көрсең арақ сұрап тіленіп жүреді, жасы 50-ден асты. Қызы тұрмыста біреудің дардай құдасы деген аты бар. Ал ол болса екі адамның басы қосылған жерде аузы былшырап мас болып жүреді. Сідік шікір. Балдарға жаман үлгі көрсетіп, тойды қалай берер екен? Көрейік. Қызның да тауып барған жері ортан қол біреу. Құрдасы тойды көтереді деп айту қиын-ау деп ұзаққа кеткелі жатыр еді. Шомақ шал: «Әй, сен не? Таң атпай тантып отырсың. Ұл отыр, келін отыр, сен болсаң аузың жалп-жалп етіп өсік айтып отырсың. Менің ағайыным туралы сен солай деп отырсаң, басқа жұрт не демейді? Өй, миғыла, алышып кеттің бе? Сені тыңдап отырған мына бала мен келін не тәрбие алады? Өйтіп біреудің абыройын төкпе. Оттай берме, шайыңды іште, сандығыңды сақтаулы мата жаулығыңды дайында. О заманда бұл заман құда той көтереді деген не сөз? Құда құдалығын біліп, басын жүп, батасын беріп, төрде отырады, көңілінен шыққанын жаздырады. Сен бала, деп олына қарап, ана қоңыр ісекті дайында. Тойы болатын болса, сол сорлының кеңеске сойыр қойды жоқ қой деп, шайдың батасын қайырғалы жатқан еді олы. Баба, қоңыр ісек дым көп деп емес пе? Ол тайыншадай ғой. Ол ағайын бергеннің қадірін білер ме екен өзі деп күмілжіді. Өзінше кісі боп қалғанын көрсетпек болған Шомақ шал аулына едірeye қарап: «Ал, онда берме. Сол малыңды ағайыныңа, дұрыс. Ертең мен өлгенде мал таппай қаларсың, берме. Сол ісегің арықтамай тұрғанда мені өлтіре сол. Пайда қасып кетсін сол сырты түк, іші боқ дүнияң», дегенде ұлы қызарақтап төмен қарап қалды. «Мен өлейін, содан соң қай ағайынмен қалай араласасың өзің білерсің. Әзірге кімге не беруді мен шешем, түсіндің бе, боқ мұрын?» деп ұлына қарап еді. Қызарақтап отырған ұлы басын көтерместен: «Я, баба, кешір, байқамай қалыппын», деді. Боқ мұрын деп отырған баласы да 40-қа тақаған жігіт. Шомақ шал онымен қоя қоймады. Кемпіріне қарап: «Осының бәрі сен сияқты қақбастардың кесірі. Бала шағаның көзінше ауыздарыңа келгенді оттайсыңдар. Соны бұлар қағып алады. Содан ағайынның арасын алалау басталады. Анау алқаш одан аулақ жүр, мынау пұлды осыған жақын жүр дегенді де айтасыңдар. Сендерге айтам, ағайын ала болмайды. Ағайынның бәрі бір түсті. Ағайын қайғыда да қуанышта да ағайын. Сен кемпір бер қара. Ертең мен өлгенде мені ағарулап жуындырып пәктейтінде ағайын болады. Құдам, қайын жұртым, нағашым, жиенім емес, ағайыным жуындырады. Сондықтан бірден айтар кезде ауыздарыңа абай болып сөйлеңдер», деп шайдың батасын қысқа қайырды. Сол шыққаннан екі көше бұлай тұратын ағайыны Мақсаттың үйіне келді. Келсе, азынаулақ адам жиналып қалыпты. Келгендер де тек ұят болмасын деген есеппен кетіп қалуға сылтау таппай тұрған сыңайлы. Бас салбырап, ассалаумағалейкумды кібіртіктей айтып Мақсат келді қасына. Өзінше оны мұны шаруамен сүрініп қабынып жүрген Мақсаттың әйелі көрінді. Бұны көріп қалып, сәлем ету рәсімін жасап, бір қапталға қарап күлімсірей: «Ағеке, аяқ асты қуанып қалып жатырмыз. Мына жүгірмек түнде келін әкеліп тұр. Содан қыздар жүгіріп, құда жекжат жүгіріп келіп, қапылып жатырмыз», деді. «Уағалейкум ассалам. Оң болсын талаптарың. Балалар бақытты болсын. Келін айналайын бақытты бол, өркенің өссін, ұзағынан сүйіндірсін. Келген бала құтты келін болғай», деп бастырмалатып барып сөзін үсті. Мақсаттың әйелі: «Әумин аға, айтқаныңыз келсін», деп жылыстап кетті. Шомақ ақсақал Мақсатқа: «Ал, не айтасың? Не істемексің? Той қалай болады? Мына ағайын не дейді?» деп сынай қарады. Ағайындар әлі келіп үлгеріп жатқан жоқ. Түнде әйел мен қыздардың айтқаны тойханаға меню дейме сондайын бермек.
Беташарында сонда берсе, бір құтылады екенбіз, сол дұрыс болатын шығар. Оның үстіне Ганюшкиндік құдалар тойға түсеміз депті. Ол жақта құдалық қалың мал киіт дегенді көп қолдай көрмейді екен, неше адам болса да тойға келеді екен деді, шашыраңқы сөзбен үзіп жұлып. Дұрыс. Не болса да балаңның саған қарағанда басы жасайды екен, әйтеуір қалың мал жағынан жеңілдеткен екен. Енді мен тыңда. Біріншіден, сен арақ дегенді аузыңа алушы болма. Ең болмаса, мына тойыңды абыроймен атқарып, келген жаңа құдаларды риза қылып аттандырайық. Тойханада бет ашат дегенді айтпа. Әке шешеңнің аруағы бар, келінің бетін үйде аш. Мал сойып қан шығар, кеңес жасаймыз. Ақшаңды білмеймін, кеңеске сойыр малды қазір біздің бала келеді. Келінің аяғының астына төсейтін ақ терін де табармыз. Дастарханыңа қоятын тағамға ақшаны ағайын бүгіннен бастап әкеледі. Өзім тапсырып қоям деп. Анандай жерде төбе көрсетуге келген 4-5 ағайынды шақырып алды. Ассалаумағалейкумге салып олар да қасына үйіріле қалды. Амансыңдар ма? Үй іші бала шағаларың аман ба? Той құтты болсын баршамызға да. Немене? Ана жерде қашатын киік құсап едірейіп тұрсыңдар. Төбе көрсеттік болды деп сызып кетейін деп тұрсыңдар қоя. Солай ма? Мақсаттың емес, байшы кештеу, бастық сымақ біреу болғанда бәрін басқаша жасайсыңдар ғой, солай ма? Деп қатқылда үн қатты. Қасында тұрғандар әр жерден, қой жоқ олай емес, біз Мәкеңмен сөйлесіп алсын дедік деп жамырай жөнелді. Жә болды, бөрідей шуламай тұра тұрыңдар. Айтпасаңдар да сыңайларыңды сезіп тұрмын. Енді бұлай болсын. Сағат 2-ге осы үйде кеңес болады. Соған бейнеудегі ағайын түгел келетін болсын. Телефонмен хабарлаң. Ағайын жаздыратын ақшасын бүгін әкелсін. Бұлар да бар қаржысының жобасын біліп отырсын. Соған қарай тойдың шама шарқын шақтар. Сосын мына жерге көліктеріңді қойыңдар. Анау шаруаға көлік керек. Келіні барлар келіндеріңді, болмаса әйелдеріңді осында қызметке келіңдер. Алқаш болсын, басқа болсын, абыройда, жаманатта ағайынға келеді. Сондықтан мақсат арақ ішеді екен деп, бір шетте әйтеуір келдімге салу болмасын. Бар ағайынға жеткізіңдер осы сөзімді. Мен айтып жатыр деңдер. Тойды қалай өткіземіз, қашан өткіземіз, оны кеңесте шешерміз. Үйінде ақ тоқты малы барың бірден айтып әкеле беріңдер. Қазір үйде бос жатқан балаларыңды осында жеткізіп, кеңестің малын сойыңда қазанын жүргізіп беріңдер. Бұл мақсат менің де тумам емес, ағайындығы дәл сендердей. Бірақ осы тұрғандарың бір мерекемде мақсат қазанымды қайнатпады дейтіндер бар ма? Жоқ, бұл сорлы, арақ ішсе де кез келген ағайынның мерекесінде алатаңнан қызмет жасап жүреді. Соңында өздерің арақ беріп мас қыласыңдар. Сөйте тұра оны алқаш көріп, бойларыңды сырт ұстағыларың келеді. Ағайынның кез келген мерекесінің бас қасапшысы кім? Осы мақсат. Араларыңда қой сой алмайтын сойуға жиіркенетіндерің бар да рас. Ал бұл сорлы ондайды білмейді, бәріңе бірдей қызмет қылады. Осы тұрған бесеуің бір қойды әурелеп жарты күн жүресіңдер, ал бұл болса арақ ішсе де бір өгізді бір сағатта жайғап береді. Былтырғы пандемияда өлген ағайынның барлығының да сүйегіне осы кіріп жуындырды. Сондықтан бар ағайынға айт. Енді босқа тұрмай менің айтқанымды ағайынға жеткізіңдер. Мақсаттың тойының қызметінен қашқақтағандар менімен амандасам деп ойламасын. Менің де байлығым тасып бара жатқаны шамалы, бірақ мен Мақсаттың әкесін көрдім. Өте керемет жан болатын. Ағайын бұлай тұрсын, жолда қалған талай ұлттың шопырын үйіне әкеліп тамақтандырып жүретін. Ағайынның шаруасы десе қолқасын жұлып беретін. Қазақ не үшін әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деп кетті. Ағайынның арасы алыстамасын деп айтты. Соны біле тұра, мен бүгін сырт ағайын бола алмаймын. Соны ұғыңдар деп тоқтады. Әзірше осы шешімге тоқталған 4-5 ағайын жан-жаққа бөлінді де бірден телефондарына жармасты. Шомақ іштен шыққан құдалармен амандасып, хал-ахуал сұрасып тұрғанда Мақсаттың әйелі шығып, «Ағеке, шай бар іште», жаңалап демдеп қойды. Құдаларды ертіп ішке кіріп, «Шай ішіңіздер» деп ізет білдірді. «Рахмет қарағым, бұйырған шай қашпас. Шаруаларды бір ыңғай қылайық, сосын да үлгереміз. Маған алаң болма, жұмысыңды істей бер» деп ризашылығын берді де Мақсаттың ауласын аралай бастады. Күз деген аты болмаса, қазан айының ортасы болса да табиғат тамылжып, жанға жайлы болып тұр.
Жалпы биыл көктемде жаңбыр көп болды ма, әлде шынымен Байқоңырдан орыстың ракетасы ұшпағаннан ба, шаңды дауыл сирексіді. Мақсаттың ауласында қаз-қатар ретімен егілген жеміс ағаштары әдемі болып көрінеді екен. Суға қанық па әлде, табиғаттан ба, жапырақтар өңін жоғалтпапты. Алқаш десекті қолы шебер-ау, жарты мидың деп езуіне келіп қалған ризалық күлкіні жинап алды. Осы кезде жаста болса, ағайының ұйытқысы болып жүрген Қанағат жетті. Қанағат 50-ден асқан кәсіпкер пысық жігіт, жоқтан бар жасап, өзін-өзі жасаған жігіттердің біреуі. Соңғы кезде ағайының той мерекесін үйіріп алып кетіп жүр. Сол Қанағат келді. «Ассалаумағалейкум аға, күйлі қуатты барсың ба? Жақсысың ба аға?» деп жарқылдай амандасты. Қанағатжан, келдің бе? Шүкір, аманшылық. 80-ге жасымыз келген соң ештеңеге көңіліміз толмай бір нәрсе айтқан боламыз. Онымыз ұрысқанда естілеме, білмей біреулер жаман көзімен қарайды деп кеңкілдей күлді. Ой аға, 80-ге келсең де әлі де бір-екі кемпірді қартайтар жағдайың бар ғой. Ал аға, ағайынның тойы құтты болсын. Басын бастап та жіберді деп естідім. Нәтижесі де көріне бастады әне деп. Аудаға әзілдесіп, жағаласып кіріп келе жатқан жас үйленген бір-екі жұпты көрсетті. Бұлар жаңағы 4-5 ағайынның тапсырумен келіп жатқан бала келіндер еді. Келіндер жағы жарасымды қазақы нақышпен киінсе де, қызметке жүріп тұруларына кедергі болмастай киімдерін кие келген екен. Жас жігіттер жағы «Ассалаумағалейкум ата, ассалаумағалейкум аға» деп, бұл екеуіне жамырай амандасып, соңындағы келіндер сәлемдерін салып, ішке қарай өтіп кетті. «Уағалейкум ассалам, амансыңдар ма? Ал тойларың оңынан болғай, балаларым. Той сендердікі, ағайынға аянбай қызмет қыл. Соңында тойханада билеп көңіл көтересіңдер. Дұрыс, қызметке сай мына үкіметтің киімін киіп келгендерің дұрыс болған. Малдың алды келе бастаса, соған қараңдар. Қазан ошақ құратын үлкен темір ағаш, үй орнататын жерді дайындай беріңдер. Рахмет балаларым деп, оларға рұқсатын беріп болғанда бағанадан телефонмен жағаласып тұрған Қанағат сөзін бастады. Аға, міне, келісіп те қойдым. Тойға тігетін үлкен үйді, өзіміздің қазан табақтарды ошақ титанымен қазір әкеледі. 140 мыңға бір жерде өгізші бар екен, тойға сойға жарайтын семіз екен. Есі 160 деп отырған жерінен түсіртіп отырым. Ертең таңертең жігіттер алып келеді. Қазір ағайын жиналса, түскен ақшадан жартылай болса да төлемесек, айырылып қаламыз деп бір тоқтады. Қанағат, қалған шаруаны өзің реттей берерсің. Істің жөнін білесің ғой. Бастысы, ағайын түгел жиналсын, абырой бәрімізге ортақ деп, нығыздамқырап айтты. Аға, оған сөз бар ма? Реттеріміз. Ысқыртып жұмсап, шыңғыртып боқтап жұмсаймын ғой. Аға, былай ғой. Таза құдалар тойға түсуге келеді дейді. Оларды Мәкеңнің өз үйіне түсірген ұят болар. Қонақ күтетін үй дайындайын ба? Сонау Ганюшкиннен келген құдаларды палаткадан жасалған ағаш үйге қондырғанымыз жараспас. Қарбаласып жатқан мына жерден оңашаулау күтсек қайтеді. Мына әрі ағайын, әрі көршісі Нәсіпбайдың үйін қолай көріп отыр. Үйде кең, жинақы, таза салынған, бір жағынан той болып жатқан үйге жақын, сол жағын Нәсіпбайға ептеп айтып көріп ем, қарсы болмады. Қарсы болмақ былай тұрсын, қонағасы малды өзім шығарам деп отыр. Осынымыз қалай аға деп сұрады. Дұрыс, ондай болса қане, қабымызда сабымызда өзімізден болар еді. Нәсіпбайды немен жібіттің? Сөзді әбден пісірдің бе, ертең пәлем пәштуен деп тұрмасын. Ана бір кетіп қалған келін сені әкеліп берді деп естіп едім, онысы қалай болды деп, шомақ шал Қанағатқа бажайлай қарады. Иә, бала мен келін ұрысып қалған ғой. Бала еркектікке салып, шапалақпен тартып жіберген. Оны естіген келіннің шешесі құдағи аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып келіп, келінді алып кеткен. Нәсіпбай інісі баласы әйелімен барған екен, кешірім сұрап, құдағай көкбеттеніп қуып шығыпты. Сосын маған айтып еді ғой, не істеймін, араларында 2 сәби бала бар. Бала ерегесіп ішіп кетеме, ана 2 немерем өгейсіп кетсе қайтем дегесін барғаным ғой. Нәсіпбай мен баласын ертіп алып бардым, ол құдағайды таныйым ғой. Барғаннан айтқаным, біз келінді алғалы келген жоқпыз, баламызға рұқсат сұрай келдік. Сіздер келінді бермейміз деп отыр екенсіңдер, онда баламызға рұқсат беріңдер, үйлендірейік. Алименттен қашпаймыз, 2 баланың бойында біздің қан болса, түбінде табар әкесін. Артық кем жеріміз болса, кешірерсіңдер, ажырасып жатқан адам аз ба, соның бірі болар. Үйлендірсек мүмкін осы жолы бағы жанып кетер, кім білсін деп едім, құдағиға қарап. Ал жеттің арманыңа, отыр енді, қайтып келген қызыңды 2 күшігімен асырап. Кімнің несі кетеді, біз мазақ боламыз.
ой, аузынан ақ ит кіріп көк ит шыққан жетесіз албасты деп қыздың әкесі әйелін тықсыра бастағаннан ақ мен баланы түртіп қалып келіннің бөлмесін ымдадым. Оның есіктің ар жағынан баспалап тыңдап тұрған ішім сезіп отырған. Сонымен 10 минуттан соң бала келінді жетектеп шықты да, біз ажыраспаймыз, үлкендер кешіріңіздер деп келін сәлем етіп алдымызда тұрды ғой. Сол ғой бар әңгіме. Негізі құдағайдан шыққан бәле сол қызын бөлек шығарғысы келіп жүрген. Бала мен келін бір-біріне үзіліп тұр. Құдағай, біз қайта-қайта алдына барып иіле берсек, қызымды бөлек шығарыңдар дегісі келген шамасы. Менің сөздерімнен соң сасып қалған кешірім емес баланы үйлендіруге рұқсат сұрағасын. Бар әңгіме осы аға, деп темекісін тұтатты. Дұрыс дегенсің. Қызын алдым деп бұға берсең, сұға беретін құдаларда болады екен үшке орай. Оның жөн болған екен. Бізге қалғаны кеткен қызымыз жыламай, келген келініміз күлімдеп жүрсе болады да, деп шомақ шал сөзін тұйықтап тұрғанда өз баласы келді. Қанағат аға, ассалаумағалейкум. Баба, малда келдім. Не істейік, соя берсін бе? Деп сұраулы жүзбен қараған еді, аулына деген таңертеңгі қыжылы басылмаған шал. Жоқ, атаңа нәлет. Шомылдырып, жүнін бойып төрге отырғызып қойыңдар деді. Мына Қанағат ағаң тұрған жоқ па? Осы шешеді қалған әңгімені. Осыған бағынасыңдар. Қанағат не дейді, сол болады. Тұрмаң енді ерте күнді кеш қылып. Бар шаруаларыңа деп бұрқ етті. Бала да Қанағат та шалға көрсетпей мұрындарының астынан мырс етті. Қанағат шалдың баласын ертіп қазан ошақ жаққа кетті. Барғаннан дауысы өктемдеу шығып жастарды жұмсай бастады. Сол арада там-тұмдап келе бастаған ағайынның да қарасы көбейді. Келгендер келе шомақ ақсақалға амандасып қауқылдап жатса, әйелдер жағы кәмпиттерін шашып мәре-сәре қылып жатты. Кеңес бірігіп тойғыза бастады. Кеңесті Қанағат жүргізіп ағайынға жалпылама түсіндіріп сойылатын ұсақ мал мен өгізді айтты. Осы жерде жиналған ақшадай той малы өгіздің де ақшасын шығарды. Кеңестің аяғын ала бастық сымақ ағайын әкімдікте істейтін хакімде келді. Жалпылама амандасып жатқан ағайынның бұрын туралап бір шетте орындықта отырған шомақ ақсақалға келді. Ассалаумағалейкум аға, қалай күйлі қуатты бармысыз? Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жеңешеміз қалай қуатты ма? Тойғытты болсын, кеңес бергісін деп шалдың қолын алып қошемет көрсетті. Уағалейкум ассалам, амансың ба? Жағдайың жақсы ма? Қайда жүрсің күн ұзақ? Мына мақсат туыстық жағынан саған жақында ой. Келін келді дегенен осы үйдің алдынан көгермейсің бе? Жұрттың соңынан келіп отырсың. Әлде аңдысын аңдыдың ба? Кім барар дедің бе? Деп тиісе сөйледі. Жоқ аға, жұмыс қой біздікі сол. Ауданның шаруасы бітеме, былай кете берсең бастықты іздеп қалама дейсің. Жұмыстан жаңа босап шыққаным осы. Келін Ганюшкин жақтікі дейді, құдалар тойға келеді деп жатыр. Кімдер екен? Қандай адамдар екен деп хакімде шала шарпа ақтала сөйлеп қалып жатыр. Шомақ шал жан-жағында ешкім жоғын байқап қарап алды да зыбарлыны сыбырлады. Саған айтарым, есіңде болсын. Сен қызмет мансап үшін кіммен жолдас болсаң да, кімге өктемсіп, кімге жалпақтасаң да маған бәрібір. Мен сол баяғы тентек шомақ боп қала берем. Сендерге батырып ашылатып айтқанда бір нәрсені ұғынсаңдар деймін. Сенің мансабың патшаға теңеліп тұрсаң да, барар жерің қара жер. Міне сол кезде сені пәктеп, арулап көметін акимат емес, мансабың емес, қызметің емес, осы алқаш, тентек, кедей, саудагер деп айдар қойып жүрген ағайының көмет. Соны біл. Елдің тарихын акимат пен әкімдер жазбайды. Елдің тарихын ел жазады. Ел аузындағы тарихты бүгін қасыңда қолпаштап қолтығыңа кіріп жүргендер емес, сен мүлдем білмейтіндер жазады. Себебі тарихты халық жасайды. Өзің көрдің ғой, қаңтар оқиғасын жасаған халық екенін. Халық ештеңе білмейді, халық топас тобыр дегеннен арылатын уақыттарың болды ғой. Кейбіреулерің ойлап жүргендей, әкімшілік ақсүйектер халық құлқытан емес. Оны халық дәлелдеді. Қажет болса тағы да дәлелдейді. Бар енді ана ағайынның арасына бар. Солармен бол деп сөзін аяқтады. Осындай қызықтармен, шыжықтармен той күні де жетті. Қазан-қазан ет асылып, шебер бір палаушы палау басып жатыр. Ағайынның бар баласы осында. Шаруа ретімен жүріп жатқанына Шомақ та Қанағат та мәз. Құдалардан бұрын Мақсаттың Ақтөбе жағындағы бір-екі әскерде болған жолдастар келіп жетті. Таңдағы пойыздан Талдықорған жақтағы бір досы келіптіміз. Бірақ оны Шомақ та Қанағат та көре қойған жоқ. Келін келгелі Мақсат арақ ішкен жоқ. Көзі жасаурап қайта-қайта Шомақ шалға: "Аға рахмет, алда разы болсын, қызметіңізді өле-өлгенше ұмытпайым" деп Қанағат екеуінің қолын келіп кезек-кезек қысып кетеді.
Сондай бір келісінде Шомақ ақсақал Мақсатқа: «Әй, тоқта, қайта-қайта алғыс айтып мейімді мезі қылма. Ары қарай қалай өмір сүресің, соны ойла. Тойды өтер, ағайынды тарқар, бәрі де басылар. Тойға түскен ақшаң қарызыңды жаппасы анық. Сен бір жолата арағыңды қоймасаң, жағдайың түзелмес. Себебін айтайын. Адамға бақ, мал, дүние, мәнсіп кейпінде кездеспейді. Адамға бақ, адам кейпінде кездеседі. Саған кездескен бағың әйелің ет, бірақ сен арақ ішіп қадірін қашырдың. Енді мына келінде балаңа сонау Ганюшкиннен жолыққан екен. Азаматым деп етегінен ұста берген екен. Яғни бұл келінің де аяға құр емес. Соны үркітіп алмаңдар. Ойлан інім, сен қанша арақ ішсең де арамдығың жоқ. Сол ниетіңе Құдай береді, тек содан айырылып қалма. Егер осы айтқаным келсе, Құдайдың бергенін сезсең тоқтал енді. Түсіндің бе? Деп Мақсатты ойландырып қойды. Тойдың боларынан болатысы қызық деген кезеңнің бірінде кеше тойдың қонағасы уақытында Жанпейіс деген ағайын інісі тойға қызмет жасап жүрген жігіттердің арасында бір әңгіменің шетін шығарды. Шомеке, осы мына Орал жағында ер адамдар қазан ошаққа араласпайды, мына Ганюшкиннен келетін құдалар жағы да қазанның басында жүрген біздің жігіттерді көріп, ыңғайсыз көріп қалмай ма деген. Шомақ ақсақал қонағасыда отырған жұрттың бәріне естірте: «Иә, Жанпейіс, сөзіңнің жаны бар. Біздің жігіттердің қазан жақта жүргенін айып көретін аймақтары бар. Енді олардың бәріне ел аралап барып түсіндірмесек те осы жердегі жастардың құлағында қалсын. Біріншіден, той бұл үлкен мереке. Үлкен сыйлы қонақтар келеді. Ақ бата, ақ тілекке асылатын ағадалас. Сондықтан да бұл ас рухани таза болуға тиіс. Себебі ақ батамен қатар өлі аруаққа Құранда оқылады. Сондықтан да табиғи жағынан да таза болу тиіс. Егер осындай үлкен астың қазан басында әйелдер жүрсе, арасында бір әйелдің етек кір келіп жүрген болса, онда ас харам болады деген түсінік бар. Ол күнделікті үйдегі кәстрөлдегі асқа қатысы жоқ. Қай әйелде құрттақандай кәстрөлін таза ұстай алады. Сондықтан күнделікті ас пен үлкен тойдың асын шатастырмаңдар. Екінші нұсқа, ертеде осы Маңғыстауда ас болуымыз. Елдің игі жақсылары жиналған сол аста байдың тоқалымен сөз байластырып жүрген құл қалмақ тамақты улап қашулы. Міне сол оқиғадан соң бұрынғының шалдары үлкен астарда қазан басына әйелдер келтірілмесін деген ұйғарым жасаған. Бір жағы астың рухани тазалығы болса, екінші жағы сақтық шарасы деп естідім. Мен білетінім осы деп аяқтаған соң, сол сөзге бәрі ден қойып, ар жағын ешкім мыжымады. Міне сол тойдың беташар сәті таяп қалды. Келіннің бетін тұсаумай ашу керек, нағыз дәл уақыт сағат 11 деп ұйғарған ағайын тықыршып жүр. Себебі Ганюшкиннен келетін құдалар келіп қатысу керек. Сағат болса 10-нан өтіп бара жатыр. Мақсаттың әскерде болған жолдастарының басы бірге болар, өз алдына мәресәрі. Мақсат Талдықорғаннан келген досым деп екі иығына екі кісі мінгендей нар тұлғалы бір жігіт ағасын ертіп келіп Шомаққа көрістіріп амандастырды. Шөмекең қатарлас ағалардың бір сыпырасы қазақы жадағай мен шапан киіп жүр. Соңғы кезде тойы болсын, басқа бас қосу болсын, үлкендер жағы осындай жадағай шапандарды өздеріне арнап шақтап киетін үрдіс болған. Есік алдында жаулықтары қардай әппақ, кейбірінде ақ кимешек әжелер отыр, қонған қаздай болып. Бір әженің қасында ақшыл боз тоқтының терісі дайын жатыр. Міне, құдалар мінген Альфард деп аталатын екі мини автобус ауланың тұсына тоқтады. Шомақ сағатына қарап, сағаттың 10:30 екенін көріп, дәл келді деп риза болды. Екі мәшинеден арыла түскен әйел еркектің саны 14-15 қарайлас. Екеуі жалданған шофер болса, онда барлығы 12-13-тен аспасы анық деп Шомақта топшылап үлгерді. Келген құдалардың барлығы бір үлкен ер кісінің алдына топталды. Анашал құда ауылдың Шомағы болды ғой деп жұртты ду күлдірді бір жиен. Осы бір зілсіз әзіл қарсы алушылардың жүрек лүпілін басып сабырсыздығын жойып тастады. Расымен де сол шал бастап қалғандары соңынан еріп аулаға қарай беттеді. Бұл ауылдың Шөмекең бастаған үлкен қарттар қарсы шығып, ассалаумағалейкумге салып көрсе бастады. Ақ жаулықты әжелер шашу шашып, хош келдіңіздерін айтып жатыр. Құдаларды аққа шақырып, кеселерге құйылған шұбатқа шақырылды. Кәдімгі құдалықтан айырмасы жоқ. Құдалар ақтан ауыз тиіп болып, бата жасамастан бұрын жаңаға үлкен шалы сөз алды. Құрметті ағайын,
Ауылдарыңыздың үлкені кім? Менің сұрағыма жауап бере алатын адам бар ма? Әлде мақсат құдамен сөйлесе берейін бе? Деп жан-жағына сұраулы жүзбен қарады. Алдыңғы қатарда тұрған шомақ ақсақал шығып, ал құда, қадамыңа гүл бітсін. Осы ауданның болмаса да осында тұрған ағайының үлкені мен сияқтымын. Айта бер бұйымтайыңды деп даусын кенет. Құдамен бұйымтай айтатын айран сұрап келген түгім жоқ. Немеремнің беті ашылып осы адуында айбында ауылға келін болған көзіммен көріп бірге қызықтағалы келдім. Енді маған мынаны айтықшы. Менің немерем жыламай жүреді деп уәде бере аласың ба? Әуелі Алла қала берді мына дүйім жұрттың көзінше. Жоқ, уәде бере алмасың, осы жерден келген ізімізбен қызымызды алып кейін қайтамыз. Уәде берсең бүгін күндізгі де кешкі де тойына қатысып бұйырған асымызды ішіп ертең жүреміз деп шомаққа сынай қарады. Талай той, талай құдалақты көріп жүрген ағайынға мына сұрақ тосын болды. Шомақ сәл кем ойланды да: «Уа құда, уәде құдайдың аты деген, анағанда мынағанда тыққылап ол кісінің мазасын алмайық. Бірақ мына алдыңда тұрған әйел адамдар, әсіресе жас келіндердің біреуінің жүзінен жылау, уайым, адам аярлық дидара көрсең, рұқсат қыздарыңды қазір шығарып берем. Бірақ осы жүздері балбұл жанып тұрған келіндердің арысы, Өскемен, Семей берісі, Астрахань, Атыраудан осылардың періштедей пәк жүздері мен бақытты келбеттер менің мың уәдемнен артық болмай ма?» деді. Ганюшкиндік құда мына дом культурдың қызметкерлері сияқты киініп тұрған жас қыздардың бәрі осы ауылдың келіндері ме? Тоба, мен бұларды жалдана келіп тойға арнайы киінген әртістерме деп тұрсам, болды, сөзімді қайтып алдым. Мен немеремді осындай бақытты келіндер арасына қалдырар болсам ұйқым тыныш екен. Алла разы болсын құдалар, айып етпеңіздер, жат жұрт бөтен ел деп біртүрлі болғанымыз рас еді. Ал ендеше қолдарыңды жайыңдар деп білетін батасын беріп жіберді. Жас үлкен құдаларды алдын ала дайындалған Несіпбайдың үйіне етіп кетті. Жастау жақтар мен әйелдері бет ашар көреміз деп қалып қойды. Сағат дәл 11-де ащы дауыспен қазақы мақаммен асаба келіннің бетін ашып берді. Үлкен дөңгелек ағаш үй формасындағы темір үйдің іші ою өрнекпен әдемі нақышталып көздің жауын алып тұр. Келген құдалар мен ауыл ақсақалдар сол үйге шай ішуге жайғасты. Асаба кезек-кезегімен арақ шарапсыз тілек айтқызып әдемі әзілдермен тойды қыздырып жүр. Осы әңгімемнің тұздығы, осы әңгімеге себепші болған жай осы жерде болды. Мақсаттың Талдықорғанның қапалынан келген жолдасы сөз алып көпшілік жұртқа қарап: «Құрметті тойға жиналған ағайын, мен жер жанаты Жетісудан келіп тұрмын. Мына Мақсат бауырым келін алып жатыр дегенді мына ақтөбелік жолдастардан естіп жеделдетіп жеткенім. Мақсат менің жай әскерде болған жолдасым ғана емес, Мақсат менің қандас бауырым. Мен әскерде жүргенде құрылыстан құлап ауыр жарақаттандым. Көп қан жоғалттым, сонда бүкіл полктан тек осы Мақсаттың қаны маған дәлме-дәл келді. Мен есімнен танып жатқанда дәрігерлер тек осы Мақсаттың қанын құя берген екен. Сондықтан Мақсат менің туысқан бауырым. Менің қазір еңгезердей болып тұрғаным, жетіліп, жетісіп фирма директоры болып отырғаным, ұл қыз өсіріп, келін алып, немере сүйгенім осы Мақсаттың арқасы. Мақсаттың мына қуанышына қандай шашу шашсам да аз, өйткені Мақсат маған өмір сыйлады. Сондықтан ағайын, бауырым Мақсат, менің азнаудақ шашуымды қабыл ал. Тойға шашуым деп, құрдастың қолына 5 миллион теңге ұстатуға рұқсат бер. Және мына үйленіп жатқан балаға мінгізген атым Toyota Camry көлігім бар. Су жаңа емес, бірақ уақытында май суын ауыстырып тұрса қолыңды май қылмай 10 жыл мінесің деп қомақты пакетті Мақсаттың әйелінің қолына ұстатып. Мақсатқа қораптағы бір нәрсені ұсынып тұрып: «Мақсат, есіңде ме, біздің уақытымызда командир сағаты арман еді ғой, мынау сол командир сағаты, артында бауырыма, бауырдан деген сөз жазылған» дегенде жұрт дуылдап кетті. Анық 3-5 минуттай асаба айтарға сөз таппай тұрып қалды. Мақсат сыйды қабылдап тұрып, шомақ ақсақалға қарап тұрды. Адамға бақ, мал, ақша, мансап кейпінде кезікпейді. Адамға бақ, адам кейпінде кезігет дегені есіне түсіп тұрды. Соны түсініп тұрды. Шомақ ақсақал басындағы қалпағын шешіп, басын бетін орамалмен сүртті де, қасында тұрған қанағатқа:
Бұйырса бұл ағайынның да түтіні түзу шығатын болды дегенде, заты қағылес қанағат, яға. Солай болатын сияқты, Құдай көпсінбесін деді. Ағайынға сынай қарап отырған шомақ ақсақал, Алла, осы ағайынның алдында абыроймен ала көр деп күбірледі. Бұл шалдар кешегі жаудан емес, үйде өлуде намыс көретін шалдардың соңғы жұрнағы еді. Жаудан өлмесе де, абыроймен өлуді ойлап тұрған шалдар неткен ғажап ең. Абыройымыз артып, ағайын аман болып, тойларда кездесейік ағайын. Соңы. Авторы Кенжебаев. Бейнеу. Оқыған Қуат Ахметжанов.